Двойка. Сымы осылай кең болып тұрады. 23 мың. Қажет болса, Жамбыл облысы полиция департаментінің алдына барып қонамыз. Біз позициямызды бүгін анық айтамыз. Мадияр қамауға алыну керек. Біздің қазіргі басты талабымыз да, мақсатымыз да Мадиярды қамауға алу мәселесіне қол жеткізу. Егер сол жерде болған жағдайдың видеосы болса, біздіңше бүгін бұл сұрақ мүлде туындамас еді. Мадияр 100% қамауда отырар еді. Бірақ оқиға Жамбыл облысы Меркі ауданының шалғай ауылында болған. Камера жоқ. Бірақ камераның жоқтығы жауапкершіліктен құтқармайды. Біз келгеніне көз жеткіздік. Куәгерлерден жауап алынып, басқа да тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Ал біздің талаптарымыз нақты. Бірінші, Мадиярға қатысты барлық дәлелдер толық әрі объективті зерттелсін. Екіншісі, сот медициналық және техникалық сараптамалар созбалаңға салынбасын. Үшінші, куәгерлердің әрбір сөзі тексеріліп, қарама қайшылықтардың бәріне құқықтық баға берілсін. Төртінші, заңды негіздер жеткілікті болған сәтте тергеу Мадиярды қамауға алу туралы санкция мәселесін дереу көтерсін. Бұл істі созуға да, жылы жауап қоюға да мүмкіндік бермейміз. Бір күннің ішінде істің Жамбыл облысы полиция департаментінің басшысы генерал-майор Қайсар Сұлтанбаевтың жеке бақылауына алынуына қол жеткіздік. Бұл іс бізге алынып, біздің осы тергеу басқармасындағы ең тәжірибесі мол, ең білікті, мықты маманға тапсырып, күнделікті бақылауда ұстап, тергеудің сапасын қамтамасыз етеміз толығымен. Біздің позиция өзгермейді. Мадиярды қамау мәселесін соңына дейін талап етеміз. Тергеудің әр қадамын заңгерлерімізбен бірге бақылауда ұстаймыз. Қажет болса, Жамбыл облысы полиция департаментінің алдына барып қонамыз. Көпшілік бізден неге Мадинаның баласын әжесіне алып бермейсіздер деп сұрап жатыр. Бұл мәселені біз назардан тыс қалдырған жоқпыз. Керісінше, бұл біздің алдымызда тұрған негізгі мәселелердің бірі. Біздің позициямыз анық. Біз Мадинаның іс-әрекетіне толық құқықтық баға берілуін талап етіп отырмыз. Ал бірінші мақсатымыз Мадиярдың қамауға алынуына қол жеткізу. Біз тергеуден осыны талап етіп отырмыз. Одан кейін Мадиярды ата-ана құқықтарынан айыру мәселесін заң аясында көтереміз. Себебі Мадинаның анасы немересін өз бауырына басып, өзі тәрбиелегісі келеді. Біз ол кісінің бұл ниетін толық қолдаймыз. Яғни біздің заңды бағытымыз нақты. Мадиярдың қамауға алынуы және ата-ана құқықтарынан айыру мәселесінің сотта қаралуы. Ал содан кейін Мадинаның баласын әжесінің қамқорлығына беру үшін барлық заңдық мүмкіндікті пайдаланамыз. Бұл жерде мәселе тек қылмыстық істің тағдырында емес. Мадинаның артында баласы қалды. Сол баланың болашағы үшін де біз соңына дейін күресеміз. Менің туған нағашы әжем, анам марқұмның анасы Камила деген әжем болған еді. Сол кісі 100-ге келген шағында осы болардың бәрін де айтқан еді. Қазір қарап отырсам, бәрі де дұрыс келіп жатыр. Балам, ақыр заманның жақындағанда жер бетіне темір тұлпар қаптайды. Темір тұлпардың ішінде тірі өлік болады дейді. Жер бетінде әрбір бесікте жатқан балаға дейін қолында жалғыз көзді дию болады. Сол диюдің соңында қаншама жас қыршын болады. Адамдар бірінің үстінен бірі тұрып дәрет сындырады. Сондай күндер болады. Үлкенің сөз айта алмай, жасың көзі бақшиып, бетіне тік қарап сөз қайтаратын болады. Адамдардың жүрегінде имандылық әлсірейді, мейірімділік жоғалады. Міне, көрдіңіздер ма? Мұндай әрбір шаңырақта болып жатыр. Бәрі де ұят, ойбай, дұшпан күлет деп, ал қазір халықтың әділдігін сұрап жатыр.
тиктокты ашып қалсаң осындай видеолар көбейіп жатыр. Не үшін? Не себепті? Жасы да кәрісі де жылап жатыр. Біреудің қайғысына қайғырып көңілдері құлазып жатыр. Төсекте жатқан қарттарымызға дейін көз жастарын бұлап жатыр. Қайда бара жатырмыз? Не мынау, не сұмдық, неге бостандықта жүр? Не үшін жүр екен? Қайтып, бірақ жүреді да, ақша бар ғой, ақша жетеді ғой. Әділдік жоқ деген осы ғой. Сол күні қамау керек еді ғой, анасы мен екеуін. Ол жалғыз адамның қолынан келмейді ғой. Жалғыз адам істемеген ғой оны. Марқұм, Мадина жаным, жаның жанатта болсын. Шындықты сол ғана біледі ғой. Бар шындықты өзімен бірге көрік алып кетті ғой. Қараңыздар, қандай жап-жас бүлдіршіндей болашағы алдындағы бала. На тиктокты ашуға қорықтым достармен. Қорқамын да. Потому что ашық қалсаң күнде осындай тек қана қайғылы жағдайлар, тек қана қуанышты жағдайлар салайықшы. Қайда бара жатырмыз? Мейірімді болайықшы достар. Мен Фариза Алмасқызы, қоғамнан әділдік сұраймын. Құрметті достар, менің сенбі күні жұмысқа шығуыма бейне жазбай түрткі болды, және сіздердің осы істі алу туралы өтініштеріңіз. Қазіргі таңда Фариза ханым маған сенімхат берді. Бұл іспен мен, Алла қаласа, сіздермен бірге отырып құқын қорғайтын боламыз. Десе де бір нәрсе айтып кеткім келеді. Құрметті ер азаматтар, әлеуметтік желіге шығып алып, мен қаңғырып жүрген жоқпын ғой, өзім біріміз үш үйім бар ғой, бала шаға қаңғырып жүрген шешесі емес пе, мал болып жүрген. әйелдерден төмен әрекет жасап салпылдап отыру жігітке тән қасиет емес. Бұл ертеде, құрметті достар, іске енді ғана кіріп жатырмын. Сіздердің қолдауларыңыз керек, өйткені Фариза Жақсыгеннің жеке меншігі емес, бұл қазақтың қызы. Ал қазақтың қызын қорлауға мейлі ол кім болсын, медиа тұлға болсын, Енді медиа адам болған екен біз жол бермейміз. Жақсыгеннің айтқанын көрдіңіздер. мен бұл айыппен мүлде келіспеймін. Түрлі менің атымнан жалған парақшаларда ашылып жатады. Ол мойындамай отыр. Сондықтан мен сіздерден көмек сұраймын. Жақсыгеннің Фариза туралы шындыққа сәйкес келмейтін ақпараттарды таратқанның куәсі болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Рахмет. Еркектер өліп баратса да бір-бірлерінің сөздерін сөйлейді осы жерде. Еркек еркекті ешқашан жау көрмейді. Қаны қай еркекті көрдіңіздер бізде бүйтіп. Жаңа біздің Жан Ахмадиев пен Руслан Өтепбай ғана шырылдап, жаңаға Мейірман аға үшеуі басқа бір еркек, міне сол меркінің ер азаматтары қайда, мысалға сол еркек қайда деп соның жанын шығарып, сен әйел азаматына не істедің? Әрбір қыздың үйінде, әрбір еркектің үйінде қызы бар, қарындасы бар. Ертең дәл осы оқиға сенің басыңнан өтпесіне, сенің қарындасыңның басынан өтпесіне кім кепіл? Бірінші басынан саған қол көтерді ма, сол жерден өзіңдікін қойып тастамасаң, сен сол жерден өзің кесіп айтып тастамасаң, ол адам ешқашан да өзгермейді. Мен сіздерге айтайын. Басымды кесіп алсаңдар, кесіп алыңдар. Бізде қазақта мынандай бар, әйелді бастан, баланы жастан дейді. Мынау өте дұрыс емес. Осын мақалды шығарған адамды бар ғой, шынымен кәдімгі заңмен қудалау керек. Сенаған бір рет қол көтерген еркек сені өмір бақи ұрады. Қаншама қазақтың әйелдері осы жерде қазір тақымдарын қысып, біреу айта алады, біреу айта алмайды. Потому что қорқады. Егер де сотталушыны кінәлі деп тапқан жағдайда оған қатысты қандай жаза қолдануды сұрайсыз? Бас бостандығынан айырумен байланысты ма, байланысты емес пе? Бас бостандығынан айыруын сұраймын. Сіз мына Instagram желісінде өзіңізді интим тренер ретінде таныстырғансыз, солай ма? Иә. Сол интим тренер мен бодиемнің бір-біріне қатысы бар деп ойлайсыз ба? Мен тек интим тренерға ғана жауап бере аламын. Ол әйел адам денсаулығына арналған тренер. Жақсы. Менің түсінгім жауап бермесеңіз де, бодием деген сөз сізге бір жаман мағына беретін сөз болып тұр ғой, дұрыс па? Мағына беретін сөз. Мен солай түсіндім, дұрыс па? Жауап беруден бас тартамын. Жақсы. Кінәңізді мойындайсыз ба, немесе мойындамайсыз ба? Ұстанымым бар, мойындамаймын. Шаққа келіп жүрмін ғой, тым білмесем де Астананы. Қай жақтан келдіңіз? Арқалықтан да өттім, арқалықтан келдім. Арқалық. Жағдайыңыз қалай? Жақсы болдыңыз ба? Жақсы алып келдім. Қай жеріңіз ауырып кетсіз? Аяқтарымнан бері оттай. Қандай өзгеріс бар мысалға бұрын? Шамал,
сырқырап анау сүйектің бір жеңіп жатқан сияқты болатын да сол сырқыраған қойды түнде байқамай аяғымды бүйтіп қылып тұрған кезде өлі ауырып жататын екі аяғым соны сырқыраған ба сол азайды ма ауырып басылды ма соны иә соның басында маған айтады да Қостанайға келді достар біз барамыз өздеріңіз 50 адам дайындап отырыңыздар алдын ала алып 10 мың теңгесін біздер барамыз жазылып келмей ғой сосын самолеттің ақша шықпа не самолет деген қымбат тұрсын қазір бізге енді Қостанай жақынырақ қой дейміз ғой енді жандарыңыз ауырса келіңдер міне офис тұр ғой келеміз келіңдер ем алыңдар өздеріңізден артық емес қой жақсы мен қай кезде боламын Астанада қыздар не дейді қай жеріңіз ауырыңыз дейді олар белден протрузия өзінде күйеу балам тоже ауырады дейді белден белден грыжа протрузияға операциясы отасы жақсы болады өзіңіз қай жеріңіз ауырып келеді мен ба иә менде аяқтан артроз кисайды ғой сол жақсы болды ма енді аяғымның кішігірім ауырады кішкене бұрынғыдан қандай өзгеріс бар мен таңертең бөлікте тұра алмайтын тұрмын ұйықтауға сүйемін қазір тұрып жатырмын бұрын тұра алмай қалып едіңіз бәсе келгеннен күшті болдым деп отырсыз соған айтып отырсыз ба иә соны бірақ ана қисық енді қалады ма жүріп жоқ қисыққа жылқынмайын тартасыз армысыздар құрметті достар. Күні кеше халықтың қалаулысы деп жүрген, елдің елеулісі деп жүрген нәзік жанды журналист Дина Төлепбергеннің сұхбатын көрдім осы TikTok желісінен. Жағамды ұстадым. Тыңдап көріңіздер. Именно зорлық-зомбылық бойынша Түркістан ең жоғарғы көрсеткіште. Білімсіздік және жұмыссыздық екі фактор. Жұмысың жоқ болса, сен не істерін білмейсің. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай белгілі бір облыстың ер азаматтарының намысын жерге басып, таптап, білімсіз, жұмыссыз деп айту ол өте төмен дәрежелі адамның сөзі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мінсіз тұлға, мінсіз қала, мінсіз мемлекет болмайды. Болмаған да. Бұл сөздерді айту арқылы мен өзіміздің өңірдегі адамдарды ақтап алғым кеп тұрған жоқ. Әрине, қылмыс әрдайым қылмыс. Онымен айналысатын сот бар. Дегенмен де айтылған сөз, атылған оқ қой. Сіз сұхбатыңызды бердіңіз, желіге шықты. Қылмыс азайды ма осымен? Жоқ, керісінше сіз белгілі бір өте үлкен ауқымды облыс аралығында резонанс тудырдыңыз.